қазақ әдебиетінің тарихын зерттеген әдебиетшілер міндетті түрде саясатқа да, қазіргі заманға да қатысты жайлардың басында болу да заңдылық. Себебі кеңес кезіндегі қазақ әдебиетінің тарихы тек Абаймен шектелген кезде, Алаш мұралар айтылмаған кезде, Қайым сияқты ағаларымыз өз зерттеулері арқылы үндемей репрессияға ұшыраған Алаш сияларының ойларын, шығармалардың арасында айтып отырды. Қайым Мұхамедханов Мұхтар Әуезовтың шәкірті. Бар кінәсі ғылыми тақырыбында Абайдың балалары бастаған мектебі болған, өз үйреткен, өзінің тәрбиесін көрген шәкірттері болған деген ғылыми ойды дәлелдеген үшін бар кінәсі. Ал енді Мұхтар Әуезов ақталғаннан кейін Қайым Мұхамедханов 25 жылға сотталды. Жас зерттеуші. Сол 25 жылдың бесеуін Қарағандының атақты Қарлақ деген суық қысында Ақмола мен Екортадағы түрмеде отырғанын өзі айтатын. Кейін қандай қиыншылық көргенін енді елестетуге болады. Сол кездегі Қарлақта қандай кеңес кезіндегі зиялы қауым болды. Солармен біргеді. Қайым аға сол зиялы ортаның көрген қасіретін біздің өзіміздің қазақ ғалымдарының нұсқауымен сөйтіп зардап шекіп келген ғалым. Ал енді сол аман-есен келгеннен кейін де біздің кейбір сол кездегі ағаларымыз сияқты сол кездегі дайын атақ беретін тақырыптарға ұмтылмай, жоқ, мен осы тақырыбымды зерттеймін. Осы Абайдың ақындық мектебі дегенді мен жазуым керек барбыр деп, осыны өзіне аманат етіп алып қалу, ол ғылыми біздің ортамызда өте сирек кездесетін табандылық. Сол кезде осы институттың директоры академик Серік Смайлы Қирабаев. Ал енді Абайды 95 жыл болды, дұрыс бір шығарайықшы деген бастау көтергенде, кім бар Абайды білетін дегенде, отырған академиктер бастаған бәрі. Қайым Мұхамедхановтан басқа ешкім қазір Абайды бізге түсіндіріп бере алмас деп мойындап, бәрі Семейге хабарласып, Семейден Қайым Мұхамедхановты осы институтқа ғылыми жұмысқа шақырып алды. Осы қарама-қарсы бөлімде Абайтану деген бөлімін ашып, ол кісі сол жерде бас ғылыми қызметкер болды. Ол кісі сол біздің институттың ұсынысын қолдап, кеңес кезінде Абайдың өлеңдері, қара сөзін айтпағанда, қиянатқа ұшырап шығарылып отырғанын біліп, мысалы Абайдағы Абай, Алла, иман, намаз, ислам деген сөздер кеңес кезінде алынып тастаған. Өлеңдерінен де, қара сөздерінен де айтылмайтын ондай сөздер.